Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгін сонау Тараз қаласындамыз. Бүгін Абдрахман Ералыұлы деген ағамыздың үйінде қонақта. Бұл кісі жайлы айтатын болсақ, түп тұқияннан өзіме шейін деген Қазбекбек Таласарұлының кітабын оқып, әуесқой осы тарихпен айналысып жүрген адам. Осы кітап бойынша біраз мәлімет берейін деген оймен осы сұхбатты жүргізіп отырмыз. Ал енді Абдрахман аға, ассалаумағалейкум. Мына Қазбекбек Таласарұлы жайлы кішкене көрермендерге мағлұмат беріп өтсеңіз, кім болған ол кісі, қандай адам болған, қандай қазаққа берер ақпараттар бар екен, ол кітапта берілген, соны кішкене қысқаша. Енді Қазбекбек Таласарұлы жайында айтатын болсақ, әрине бұл кісінің еңбек жайлы 1993 жылы өткен ғасырда бұл кісінің шөбелегі Балабек Қыдырбекұлы деген ағамыз бұл кісінің жазып кеткен «Түп тұқияннан өзіме шейін» атты кітабын Жалын баспасына беріп, жарыққа кітап қылып шығарды. Одан бері міне 30 жылдай болды. Кітаптың қазіргі біраз көрермендер, мен сияқты енді әуесқой тарихқа қызығушы кісілердің біраз оқыды. Соның ішінде мен де 1993 жылы осы кітапты алып оқыдым. Әрине кітап мен өзім бала кезде мектепте оқып жүргенде бір тарихқа деген, қазақ тарихын деген қызығушылығым жақсы еді. Сол өзіміздің мынау мектептегі қазақ тарихы деген өзі биттің қабығындай кішкентай ғана тарихымыз бар еді кітап. Ана арасын бері аударып оқимыз, ол кітапта ешнәрсе жазылмаған. Кейіннен мен мына Ильяс Есенберлиннің «Көшпенділер», Софы Сматаевтың және басқа да мынау ағаларымыздың жазған тарихи, қазақтар жатқан тарихи кітаптарын оқыдым. Ол жерде енді әрине енді ол кісілер ол заманда болмағаннан кейін анадан-мынадан архивтен алып жазған көшпенділерді де Ильяс Есенберлин ағамыз. Өкінішке орай әрине ол көзбен көргендей болып жазылмайды. Ал енді мына Қазбекбек Таласарұлына тоқталатын болсақ, бұл кісінің енді өмірбаяны сол 1692 жылы бұл кісі дүниеге келген, одан кейін 1776 жылы 84 жасында дүниеден озған. Ал енді бұл кісі жалпы сол заманының ғалымы болған, оқымыстысы болған. Себебі бұл кісі әкесі Таласардың әкелері Матай, Дәулет деген аталардың бәрі бай болған, өте керемет бай. Қазір мынау Алматы облысындағы Матай тауы деген жерлерде ата жұрттары болған. Сол жерде бұл кісінің әкесі Таласар 6 жасында Бұхара оқытады. 6 жастан 10 жасқа дейін 4 жыл оқытады екен. Сонда 120 қой береді, 15 жылқы береді екен баласын оқытқанда деп. Ол біздің Бұхарада үлкен мынау бүкіл Орта Азиядан дамыған ғой, Абисина деймін, Ибн Сина, Әл-Фараби бабаларымыздың бәрі осы жерлерден парсы тілінде және араб тілінде оқып, осындай үлкен ғалымға мынау қазіргі өзі қазақтар не үшін оқытады баланы? Мынау ауа райын зерттеу үшін. Ауа райы дегеніміз ол малдың жағдайына байланысты. Биыл қыс қатты бола ма, жылы бола ма, көктем құрғақшылық бола ма, жазда жаңбыр жаумай қала ма деген есеппен балаларын оқытып отқан. Сол малдың жағдайына болады. Баласын 4 жыл Бұхарада оқытып, кейін қайтадан 2 жыл демалдырып, 12 жасынан бастап қайтадан Бұхараға оқуға жібереді. Бұхараға бұл Қазбек бабамен бірге Өтеген батыр келеді. Мына қазір тарихта Мүйізді Өтеген деген батырдың жыры бар, Жамбыл атамыздың ол жөнінде айтатыны бар. Ал енді бұл жерде бұл кісінің айта берсе, ары қарай сол айтып отқан 12 жасар балалар, бірі 12-де, бірі 13-те, осы Бұхарадан ары қарай жаңағы араб, парсы тілдерімен қазіргі Иран, Ирак, одан Түркияда 3 жыл, одан ары қарай бұл кісі айтады. Біздің елге де сәулет өнері керек дейді. Сәулет өнері деген бұл Еуропада жақсы дамыған, Италияда. Сурет өнері соның ішінде, соның бәрі сол Италияда 2 жыл болып, кейін елге сол 8 жыл бітіп, 9 жылға аяқ басқан кезде бұл кісілер жаяулатып,
мынау қазіргі орыстардың жері Дон өзені дейді, сол арқылы бұл кісіге елге жетеді. Ал енді бұның қазір енді осы кітап жайлы ақыры айтылғаннан кейін әрине кітап 90 жылы баспаға шығып осылай кітап болып шыққанда сүйіншілеп елдің бәрі біразы қуанды, біразы мынау ішін оқыды. Қазақ сарбаздарының сол заманда қалмақ жоңғарлармен қалай соғысқан жөнінде жақсы жазылған. Қазақ әскерінің сол кездегі өзінің соғыс тактикалары болған. Мысалы атап айтсақ, үлгір жарық дейді, қоян қашты дейді, құйрық жеу дейді. Бұл сол кездегі соғыс тактикалар. Осылардың бәрін біздің қазақты кейінгі ұрпақ біздер білмей өстік. Айтып отырмын, мектепте бізде болған жоқ. Ал енді қазір көзіміз ашылып, осы Тұқиянында, Тұқиян деген кітапты оқығанда көзіміз жетті. Жоңғарлар қанша жыл жоңғар қалмақпен соғысқанымызды бәрі жазылған. 250 жылға тарта жаңағы үзілмелі созылмалы соғыстар болып отқан. Бірде бұл қалмақтар бізге қарап тұрған, бірде қалмақтар бізді шауып тұрған. Осылай мына Тәуке ханның заманында қалмақтар дейді, ол кісі кітабын жазады. Осылай бізге қалмақтардың өздері қарап тұрған дейді. Бағынып тұрған деген сөз. Ал енді бұл кітапта қанша батырлар бар. Бөгенбай батырдың өзіміз тарихта бір ғана Бөгенбай дейміз. Бөгенбайдың өзі 3 Бөгенбай болған. Қабанбай батырдың өзі қай жасына дейін соғысқанын, ол қандай денелі болды ма, дене құрылымының бәрін жазған. Мынау Арғын Ағынтай батыр мен Шапырашта Қарасай батырларының достығы, 200 бірнеше рет дода соғысына кіріп, екеуінің басының аман қалуы біріне бірі достығы дейді. Осы бірін-бірін қорғап жүріп соғысқан. Бүгінде қазіргі мына Ақмола облысында Құлшын Айыртау деген жерде бұл кісінің қазір Қарасай батыр мен Ағынтай батырға үлкен кесене соғылды. Ал енді осындай соғылғанның бәрін осы Қазбек бабамыздың кітабынан алып білді. Қарасайдың кім екенін, Ағынтайдың кім екенін. Енді мынау біздің бұл кітапта көп қазір тарихта, қазақ тарихында жоқ ата-бабалар шежіресі жазылған. Бұл жөнінде біздің алматылық ағамыз Асқар Селебаев бұл кісі үлкен бұл жөнінде мынау Бәйдібек би деген кітап жазды. Осы Бәйдібек биді осы кітапқа қарап сілтеме жасап отырып жазды. Сонда Бәйдібек бабаларымыз қай заманда өмір сүрген, одан тараған ұрпақтары Шапырашты, Сарүйсін, мынау Ошақты дейміз, Албан, Суан бабаларымыздың қай ғасырда өмір сүргенін бәрі осы кітапта жақсы жазылған. Ал енді кейбір бұрын мен оқығам, жаңағы Бәйдібек би Ақсақ Темірдің заманында өмір сүрген, екеуі жолдас болыпты, дос болыпты деп. Ақсақ Темір дегеніміз ол кешегі 14-ші ғасырда өмір сүрген адамнан ол қалай осыншама ұрпақ пайда болады деген Бәйдібектен. Бәйдібектердің өмір сүрген заманы ол 7-6 ғасырлар дейді. Көрдіңіздер ме? Енді осындайды біз осының бәрін жаңағы айтып отқан Қазбек бабамыздың кітабынан алып, оқып, бұл енді кітапты біліп отырмыз. Кітап не керек, тарих неге керек деген сұрақ туындайды. Біреулер айтады ғой, енді тарихта болды, енді осыған қазір неге керек, қазір алдағы өмірді ойлап көрейік дегендей. Мысалы енді тамырсыз тал болмайды ғой. Әр ұлттың өзінің бір тамыр болу керек қой. Біз былтырлары осыдан 3-4 жыл бұрын тойлап жүрдік, жаңағы қазақ халқы 1450 жылдан пайдаланды. Қазақ хандығы, 550 жылдығы деп тұр ол жерде. Қазақ хандығы дегеннің өзі қазақ халқы сондай кезде пайда болды дегенмен бірдей болып тұр ғой. Былай алып қарасаңыз, қазақ халқының пайда болғанын қазақ халқының бұл кісі жазып отыр. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи саламнан бұрын дейді, 19 ғасыр бұрын дейді, Қадыр және Қалша деген аталарымыз өмір сүрген дейді. Сонда өзіңіз есептей беріңіз ары қарай. Сонда қазақтың тарихы Асқар Селебаев ағамыз қазір осының бәрін дәлелдеп жазды, 3,5 жылдай болыпты. 3,5 жылдай. Көрдіңіздер ғой. Ал енді бізде кешегі бір 500 жылдығымыз тойлап айқайлап жүрміз. Енді мен тарихшы емеспін, енді бірақ айтса да қазақ хандығымен
қазақ ұлтының пайда болды деген екеуі бір сияқты ғой. Ал енді оның бәрі қазір қазақ осы кітап Тұтқияның өзімшең кітабы. Қазақ тарихына қосатын үлкен 90% үлесі бар деп ойлаймын мен. Енді әрине мен енді талай неден естіп отырмын. Бұл кітап өтірік деп. Өтірік біреудің құрастырып жазған Балғабек көкеміздің деген сөздерді жақсы естіп ютубтан. Әйтпесе бұл жөнінде Қабдеш Жұмаділов марқұм ағамыздың да біраз айтқандары бар. Бұл социалистік немен жазылған деген. Социалистік қасаң тілмен жазылған. Иә, сондай мен дейді. Енді осы кітапты оқып отырсаңыз 172 қазір қазақтар қолданбайтын сөздер бар екен. Әлемдік деген сөзді мысалы қай қазақ қолданады қазір? Көшпелі елді отыр деме, ақбөкенді жатыр деме дейді. Осы мақалдар қазір бар ма бізде? Қазақ ортасында жоқ. Ал енді 172 қазір қазақ қолданбайтын сөздерді қай өтірікші, тарихшы жаза алады? Балғабек Қыдырбекұлының марқұм ағамыздың өзі де жазамас еді ол сөзді. Сондықтан оны кішкене қарау керек. Біреуді қаралап, оның еңбегін жоққа шығаруға әрине біз өте шеберміз. Бірақ оны өтірікті де дәлелдеу керек. Мысалы біз өтірік деген сөздің өзіне оның да бір өтіріктің дәлелін айтуымыз керек. Онсыз ол өтірік болмайды. Сондықтан бізде меніңше бұл қазақ арасында, қазақ тайпаларының қазіргі руларының арасындағы бақталастық, көремеушілік, қызғаныш сияқты. Анау жүзден Шапыраштының руынан шыққаннан кейін неге бәрі президент Шапыраштыдан, тарих Шапыраштыдан неге басталып кетеді деген өзінше бір сұрақтар болады. Көремеушіліктен шыққан, қызғаныштан. Ал былай қарасаңыз, ешқандай әбестік жоқ. Ол мейлі ол найманнан шықсын, мейлі оны арғын жазсын, біз қазақ деп қабылдауымыз керек. Себебі Қазбек Бек өзінің кітабында жазады. Қазақ рулары дейді, мен найманмын, мен дулатпын, мен анаумын деген күнде де түбіне келгенде мен қазақпын деп айтады дейді. Сонда қазақ деген атамыздан тараған, бір ғана атадан тараған ұлт екенімізді біз осы мойындауымыз керек. Қазір қарасаңыздар, осы кітаптың ішінде Арыс бабамызды айтады. Арыстың 6 баласы болған. Ақпан, Бол, Бал, Жан деген, Бек деген. Осы 6 атадан қазіргі 300 тарады дейді. 6 баланы еншілеп екі-екіден қойғанда Ақтан ұлы жүздер, Жан, Бал, Болдан орта жүздер, Бектен кіші жүздер деп отыр. Мысалы енді бір отбасында өзімізде 6 баламыз бар, мен ағайынды 6-мыз. Сол 6-мыздан тарағанды қалай сен бөлесің? Сол сияқты ғой. Ол жерде ешқандай жаңағы айтып отқан анау рулар ана жақтан христианнан кепті, мынау рулар моңғолдан кепті, мынау мына жақтан кепті деген қалай сен айта аласың? Егер бізде қазір қазақ халқында сөз сөйлеу манерінде ешқандай диалекті жоқ. Мысалы қазір Қытайда жүрген қазақ пен батыс Қазақстандағы Астрахандағы жүрген қазақ екеуі ешқандай аудармашысы бірін-бірін сөйлеп түсінеді. Әрине Қытайдан Каспийге дейін дейсіз ғой. Иә, сондықтан біздер жаңа Қазыбек Бек бабамыз айтып отыр ғой, біз үлкен империя болғанбыз. Үлкен мемлекет деңгейде болғанбыз. Бізде себебі тіл, диалекті болмағаны сондықтан. Ол кезде ешқандай мектеп болған жоқ, балабақша болған жоқ қазірде. Олар неге қазақ тілін ұмытпады? Себебі олар сол жерлерді биледі, басқарды. Біз басқарған жаңағы қазақтар қазақ тілін өзіне былай қарағанда сақтап қалған. Әлде де бізді бұзса кеңес өкіметі жартымызды жаңағы орысша қылды, жартымыз мына өзбекке жақындарымыз жаңағы мүмкін өзбектің сөзін кейбір алған шығар. Бірақ та ол халықта бізге бөтен халық емес, туысқан ағайын халықпыз. Сондықтан құрметті ағайындар, бұл жерде Қазбек Бек бабамыздың Тұтқияның өзімшең атты кітабын қазір әр ұрпаққа оқытып сіңіруіміз керек. Меніңше мектеп оқулығынан бастау керек. Жоққа шығарып, оны өтірікке шығарғанда біз одан ұтпаймыз, біз одан ұтыламыз. Қазіргі мынау
үлкен жаңа тарих ғылымының профессорлары, академиктерінің бәрінің ойы иә ол өтірік, ешқандай қисынға келмейді дейді. Енді осындай бір профессор, тарих ғылымдарының атағы бар бір университеттің проректорымен екеуміз сөйлестік. Мен аты-жөнін айтпай ақ қояйын ол кісінің. Сол кезде сол кісі айтты өтірік деді. Мен айттым, мен сіз онда өтірікті дәлелдеңіз дедім. Өтірікті дәлелдеу керек қой. Ол кісі ешнәрсе айта алмады. Сіз қазіргі қазақ қолданбайтын алендек деген сөздерді білесіз бе дедім. Білмейді. Ол не сөз дейді. Ал енді бұл кітапта оның бәрі жазылған. Бұл кітапта тек ана жазылған ғой, жолбарыстың баласын сармақ деп атайды екен, пәйкел деп атайды екен, маралдың. Сондай сөздер бар ғой. Таутан дейді. Мысалы жолбарыстың баласын таутан бала ұрлама, жолбарыстың таутан ұрлама, жолбарыс ұрлар балаңды деген сөз бар. Бұның бәрі таутан деген сөздің өзі қазір бізде бұл сөздер қолданбайды. Ол сармақ дейді, сармаға дейді баласын, күшігін, жаңа айтып отырған жолбарыстың. Ол әртүрлі таутан деген оның күшігі емес, таутан деп оның ұрғашын айтады. Оның сармағы оның баласын айтады. Бүгінде қазақтар біз оның бәрін білмейміз ғой. Егер осы кітапта оқымағанымда мен өз басымда айтайын, айтып отқан Қарасай батырдың, Ағынтай батыр бабаларымыздың ерліктері жөнін мен білмес едім. Иә, Шапыраштың ұраны Қарасай дегенді білем, бала кезден естіп өстім. Ал енді басқа руларды мен білген жоқпын. Мысалы Қоңыратта Алатау батыр бар екен. 17-ші ғасырларда. Жаңағы айтып отқан Найманда Көксерек батыр, Арғында Ағынтай батыр. Бұл батыр дегендердің бәрі сол кездегі қазіргі тілмен айтқанда олар үлкен генералдар ғой. Армия басқарды. Мысалы Есім хан айтады. Мынау қазіргі Хазар теңізі дейді, Каспий теңізі. Мысалы мен мысалы Ильяс Есенберлинді сол Сматайдың бәрін оқыған кезінде Хазар теңізі деп жазған жоқ олар. Олар қазіргінің Қасаң тілінде жазған социалистер. Қазыбек жазып жатыр бабамыз. Каспий теңізінің Хазар теңізінің бойында 90 күн бойы соғыс болды дейді. Осыған дейді Есім хан әр жерден 5000 қол шығарыңдар дейді. 5000 қолмен Қарасай 700-ден аттан дейді. Шапырашты қолын алып дейді. 5000 Шапыраштының қолы бар дейді. Қарасай басқарып дейді. Сол жерде әр рудан 5000 қолдан шығып, сол жерде Қарасай қалмақтармен соғыс жүргізді дейді. Көрдіңіз бе? Осындай нәрселерді біз бұрын айтатын тұғын. Ол ұлы жүздің батырлары ол жаққа барған жоқ дейді кейбіреулер. Қазекеңнің Есім ханның бұйрығымен барып отыр. Қарасай дейді 9 рет жекпе-жекке шықты дейді. Қоңыраттың Алатау батыры 6 рет жекпе-жекке шықты дейді. Мысалы, ол жерде Жақсығұл деген болды, Дулат, мерген дейді. Көрдіңіз бе? Бұның бәрі біз қандай да супер алаяқ өтірікші тарихшыда жазамайды ғой. Оқайдан білсін ол. Жақсығұлдың мерген екенін, Қарасайдың батыр екенін, жаңағы Олықтың басынан шапқан кезде жаңағы мынау кіндігіне дейін шолып түсірген. Ағынтайдың бойының 2 метр болған, оған қалмақтар қыз қойған тұқым аламыз деп. Оны қайдан біледі? Қандай өтірікші, мен қазір маған бір кітап жаз десе, қазір осы заман жайлы өтірік жаз десе, мен қалай ойлап тауып жазам. Осы кітапта мен қызықтырып жүрген жаңағы моғолдар туралы ақпарат беріледі. Осы моғолдар туралы қысқаша айтып берсеңіз. Моғолдар мен тарихшы емеспін ғой. Әйтсе де моғолдар дегенді Қазекең айтып отыр. Бұл Абыл деген руға берілген ат дейді. Жанама. Абыл деп отқаны кімнің? Абыл, Азық, Санжар, Албан деген Елсау бидің балаларының аты. Кейін сол Абылдан тараған ұрпақтар Абыл ұры болып, Абылға Моғол деген жанама ат беріледі. Моғол деп отқанның бәрі қазақтар. Ол жөнінде Мұхаммед Хайдар Дулатидің да кітабын жазды. Асқар Моғол дейді. Моғол дейді. Ол кімде жазады? Бабырнамада. Бабырдың өзін жазған кітабында бар. Асқар Моғол дейді. Әскербасы болды дейді. Асқар деп кім қояды? Қазақтар қояды. Мысалы түрік халықтарының ішінде көбісі қоя бермейді. Ол біздер қоямыз. Асқар Моғол дейді. Ол әскербасы болды дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан Моғол дегенде кейін мынау орыстың тарихшылары алды,
моңғол деген сөзді естіп алды да жазып оқып алды да моңғол деп шыңғысханды моңғол болып жүрді. бұрмалау кетті ғой сол жерден. Сөйтті де шыңғысханды моңғол болып кетті. Қазыбек бабамыз айтып отыр, бұл дейді ешқандай қисыны жоқ дейді, ол кісіні моңғол қылуға дейді. Себебі бұл Қазекеңнің өзінің ойынан шығарған, өзінің көргендерін жаздым дейді. Өзінің ата шежіресі деген шежіре болған бұл кісіде, аталарынан келіп. Үйсіннің 90 атасын жазған. Сонда Арыс баба жаңағы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ар жағында 19 ғасыр Қадыр Қалша деген атасынан бері қарай шежіренің бәрін жазғанда 90 атаны жазып шыққан. Оны есептей беріңіз, сонда 3,5 мың жыл қазақтың тарихы тұр. Ал біздің тарихшылар одан қашады. Себебі біздің тарихшылар денелерді ол кісілерге еңбегін жоққа шығаруға хақым жоқ, айтуға да правым жоқ. Но айтса де дайын тарих тұр ғой. Неге біз орысқа әлі ана Москваға барып профессорларымызды қорғап алған шығармыз енді бір кезде. Тарих ғалымдарының профессоры. Оның қазір бізге керек болмай тұр. Қазір бізге кейінгі ұрпаққа, жастарға біздің өзіміздің тарих керек. Біз қандай өжет халық болғанбыз, жауынгер халық болғанбыз. Рух көтеретін. Айтқанымыздан істеген халықпыз. Екі нәрседен біз ата-бабаларымыздан қазір уәдеге тұрмаймыз қазір. Айтқан сөзді істемейміз. Атқа міне алмаймыз. Үш нәрседен айырылып қалдық. Енді көп баршылар бар шығар, атқа отырады. Но бірақ жалпы қазақ қазір атқа отырмайды ғой. Жусанның исін істемейді. Жусанның не екенін де білмейді. Біздің ұрпаққа солы осыны дәріптеу үшін керек бұл кітап. Себебі жау жоқ деме жар астында дейді. Біз дейді, біздің ұрпақтар осы қазақ мемлекетінің болашақта гүлденіп, жаңағы айтып отқан 30 мемлекет кіре ма, 10-ға кіріп кетеміз ба? Бірақ әңгіме біз қазақ жастарын қазір осы тарихты Қазекеңнің кітабын бойына сіңіріп, қазақтың жаңағы кімнен тараған білдірмеуші біздің экономикамызда айтып отқан жаңағы гүлденуімізде, біздің баюымызда екі түрлі. Жағдайымыз түзелмейді дейсіз ба? Себебі байығандар өзінің тарихын білмейді, ол Америкаға кеткісі келіп тұрады. Түркияда Анталияға кеткісі келіп тұрады. Ол мүмкін ертең кетіп қалуы мүмкін. Себебі ол қазақ деп жоқ оның жүрегі. Соқпайды оның. Патриоттық сезім жоқ. Ол себебі өзінің тамырын білмейді ғой. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бізде мына қазір мектеп оқуына бұл кісінің жаңағы айтып жатқан нелерін кіргізуіміз керек. Үйретуіміз керек. Үйсіннің дейді, жаңыз ұлы жүз емес сол жерде. Бүкіл қазақтың шежіресі тұр. Шежіресі тұр. Біз біліміміз керек осыны. Қазір ол жөнінде Асқар Селибаев ағамыздан мықты білетін адам жоқ. Ең бірінші мен Бексұлтан Нұржекеев ағамызға рахмет. Осы кітапты бірінші қабылда, бірінші осы жарыққа шығаруға Бексұлтан ағамыздың еңбегі өте зор. Одан кейін Асқар Селибаев ағамыздың Бәйдібек деген би деген кітабында осы кітап сілтеме жасап отырмын, жақсы жазған. Мен өзім оқып, өзім қазір түсініп отырмын. Мен кітаптың көп жерін мен де түсінбеймін. Мен тарихшы емес. Мен физкультурникпін. Мен бар болғаны мына Қазыбек бабамызға құрметіне деп 11 жыл қатарынан республикалық турнир өткіздім. Қазыбек баба деп. Ал енді оны не үшін өткіземіз? Біз медалға ол кісінің суретін салып жатырмыз. Дипломға жазып жатырмыз. Ол кісінің беретін бірінші орынға сыйлығымызға Қазыбек бабаның суретін салып. Бұл сол балалар танысын бұл кісіні. Сонда жарысқа бір 200-дей бала келеді, тренері бар, судьясы бар, бәрі соны көріп, бұл кісінің кім екенін біліп жатыр. Енді мына пандемияға байланысты 2 жыл болды, жарыс өтпей қалды. Осы сұрайды, қашан болады деп. Әрине жарыс өткізу оңай емес, демеушілер жоқ. Бірден бір нәрсе сұрасаң, қанша жерден бай болса да, осыған бір десең, анасын айтып, дейді қолын дейді, шапалағын ұрып шаға келеді. Түк жоқ деп. Ол не деген сөз? Ол Қазыбек тек қана шапырашшыға керек нәрсе емес бұл. Бұл қазаққа керек адам. Ол бір рудың атын шығып кетті деген сөздің бар, өзінің меніңше ол бір көремаушылықпен топастыққа келеді. Әйтпесе ол кісінің шапырашын жазып жатқан жоқ қой. Шапырашын тарихын жазып жатқан жоқ. Бүкіл қазақтың тарихын жазып жатқан адам.
бүкіл қазақ хандарын, Тәуке хан қандай болды, Есім хан қандай болды, ол кіммен соғысты, оның қандай абыройы болды, Төле би, Қазыбек, Әйтеке билер қазақ халқының ортасында арасында қандай үгіт насихат жүргізді. Халықты жинап, сол кездегі не регулярный армия болмаған, регулярный үкімет болмаған, регулярный кәдімгі бір не бол, ешқандай заң, закон болмаған кезде осы билер басы қосқан қазақ. Осылар барып, осылардың ұйымдастыруының арқасында бар, міне қазақ халық қазақ болып қалды қалмақтан. А қалмақты кім көтерді? Орыстар, Қытайлар. Зеңбірегін де берді, сауытын да берді, қылышын да берді, атын да берді. Лежбен мына қазақты құрту керек болды. Қазақ даласының астында байлап жатқан олар білді. Олардың барлаушылары кәдімгі систематический барлауда жүрді ғой бізде. Ол жерде Қазекең де жүрді. Қытайдың да саудагерлікпен келеді, қанша барлау жасады дейді. Орыстар келеді, Миллер дегендер, қанша барлау жасады. Қазақтың санын, осымен бәрі біздің айналып келгенде қазақ халқының осы ауызбірлікке сол кезде де біраз біз жаңағы ауызбірліктің жоқтығынан соғыс созылып кетті. Егер дейді Қазыбек бәуеде, егер хандардың арасында ауызбірлік болғанда дейді, бұл соғысты біз 4-5 жылда аяқтайтын едік дейді. Ал соғыс 40 жыл бойы аттың үстінде жүрген кісі. 40 жыл бойы. Өзің ойла. Жалпы периодический соғыс 250 жылдай болған. Қазақ халқының ауызбірлігінің жоқтығынан. Сондықтан бізде, әлде де бізде қазақ халқы ауызбірлікте болу керек. Біз жақсыларымыз жамандап, барымызды дәріптей алмасақ, біздің де болашағымыз ол шамалы болады. Болашақтың бәрі біздің қолымызда қазір. Біз ұрпаққа аманат беруіміз керек. Мысалы, бізде бабаларымыз жерді беріп кетті. Қазір картаға қарасаң, міне жүр 9-шы орында дейміз, иә? Ал енді ол жерден айырылып қалуымыз да мүмкін. Шын керек. Ол жерді сақтап, кейін ұрпаққа беріп кету ол қазірлердің уже